Сәлем қыздар. Бүгінгі сабағымызда мынандай көктемде киетін шапка тоқимыз. Аталуы эльф деп аталады. Осы шапканың қыстық түрін мен каналымнан көрсеңіздер болады. Тоқылуы өте оңай және тез тоқылады. Жаңадан тоқып жүрген қыздарға да өте жеңіл болады деген ойдамын. Мен бұл шапканы бір жарым жас аралығындағы балаға арнап тоқимын. Шапкамызға қажет заттар мынандай жіптен біреу толығымен кетті және екінші жіптің кішкене ғана пайдаландым. Түсін, атын бәрін описанияға қалдырып кетем. Және де 3,5 мм спиция қажет болады тоқу үшін. Ал тоқымамызды бастаймыз. Спицияға 84 жіп теріп аламыз. Енді бірінші жібімізді тоқымай шешіп аламыз. Содан кейін 4 жіпті оң қылып тоқимыз. Төрт жіпті оң қылып тоққаннан кейін қалған жіптеріміздің бәрін екі оң, екі теріс қылып резинка тоқимыз да. Тек соңғы 4 жіпті оң тоқып, 5-ші жібін теріс тоқимыз. Мінекей соңғы қатарымыздың 5 жібі қалды. Енді осы 5 жіптің 4 жібін оң қылып тоқимыз. Тек соңғы жіпті ғана теріс тоқимыз. Солай соңғы жіптеріміздің бәрін теріс тоқып отырамыз. Келесі екінші қатарымыздың бірінші жібін тоқымай шешіп аламыз. 4 жібімізді теріс тоқимыз. Содан кейін оң тоқып, 2 оң, 2 теріс қылып резинкамызды жалғастыра береміз. Тек соңғы 5 жіпте 5 жібімізді теріс тоқимыз. Келесі үшінші қатарымызды сол узор бойынша бірінші жібімізді тоқымай шешіп аламыз. 4 жібімізді оң қылып тоқимыз да, қалғандарын 2 оң, 2 теріс қылып, соңғы 5 жібіміздің 4 жібін оң қылып тоқимыз да, соңғы 5-ші жіпті теріс тоқимыз. Соңғы 5 жібіміздің 4 жібін оң қылып тоқимыз да, соңғы жібін 5-ші жібіміз теріс тоқимыз. Осымен 3 қатарымыз аяқталды. Енді келесі қатарымызды жаңадан бірінші жібімізді шешіп аламыз да, 7 жіпті оң қылып тоқимыз. 7 жіпті оң қылып тоқимыз да, қалғанын узор бойынша 2 теріс, 2 оң қылып, соңғы 7 жіп қалғанша жалғастыра береміз. Сонда бұлай 3 қатар тоқимыз, 2 жіп қосып аламыз. 3 қатарды бұлай тоқимыз да, 2 жіптен солай жылжи береміз. Соңында 2 оң қалғанша үстіп жылжып қосып тоқып отырамыз.
мына қатарымыздың 7 жібінің 6 жібін оң қылып тоқимыз да, тек соңғы 7-ші жіпті теріс тоқимыз. Солай келесі қатарға ауысамыз. Бірінші жібіміз тоқымай шешіп аламыз. Енді 6 жібімізді теріс тоқимыз. Қалғандарын узор бойынша 2 оң, 2 теріс қылып тоқимыз да, тек соңғы 7 жібімізді теріс тоқимыз. Жеті жібімізді теріс тоқып аламыз да, келесі қатарға ауысамыз. Келесі қатардың бірінші жібін тоқымай шешіп аламыз. Енді 6 жібімізді оң қылып тоқимыз. Қалған бәрін узор бойынша 2 оң, 2 теріс қылып резинка тоқимыз. Тек соңғы 7 жіптің 6 жібін оң қылып тоқып, 7-ші жіпті теріс тоқимыз. Жеті жібіміздің 6 жібін оң қылып тоқимыз. Тек соңғы 7-ші жіпті теріс тоқимыз. Осымен үш қатарымыз аяқталды. Ендігі келесі қатарға ауысамыз. Бірінші жібін тоқымай шешіп аламыз да, 8 жіпті оң қылып тоқимыз. Сонда әр үш қатар сайын 2-2 жіптен қосып отырамыз. Міне енді соңғы 9 жіптің 8 жібін оң қылып тоқимыз. Тек 9-шы жіпті, соңғы жіпті теріс тоқимыз. Келесі қатарымыздың бірінші жібін тоқымай шешіп аламыз. 8 жібімізді теріс тоқимыз. Қалғанын узор бойынша 2 оң, 2 теріс қылып резинка тоқимыз да, тек соңғы 9 жіптің барлығын теріс тоқимыз. Тоғыз жібімізді теріс тоқимыз. Солай осы қатарымызды аяқтаймыз. Бірінші жібіміз тоқымай шешіп аламыз да, 8 жібімізді оң қылып тоқып, қалғандарын 2 оң, 2 теріс қылып резинка тоқимыз. Енді соңғы 9 жіптің 8 жібін оң қылып тоқимыз да, тек соңғы жібін теріс тоқимыз. Солай тоқымамызды жалғастыра береміз. Соңында ортасындағы 2 оң, центрде 2 оң қалғанға шейін тоқимыз. Мінекей центрда 2 оң жіп қалғанға шейін тоқыдық. Енді соңғы қатарымызда оң қылып тоқимыз. Бір қатар оң қылып тоқимыз.
шапкамызды трикотажный шовпен жабамыз. Ол үшін жәнегі тоқып отырған жібімізді ұзынырақ қып кесіп алып, енеге сабақтап аламыз да, мына тура видеода көрсеткендей етіп жабамыз. Осы трикотажный шовты үйреніп алсаңыздар, кейінде кардигандардың немесе андай жилеткалардың иығын тура осылай біріктіріп трикотажный шовпен жабуға болады. Жіпті қатты тартпаймыз, орташа ғып тартамыз, және де бос болып қалмау керек. Қатты тартып тастамау керек. Енді мына алдыңғы тоқыған, оң қылып тоқыған петлямызға кіргіземіз да, тауып алып кіргіземіз да. Мына келесі кіргізіп, мына келесі петлямызға іліп аламыз. Екінші жағында тура солай жасаймыз. Алдыңғы тоқыған петляны табамыз да, мына тоқылмаған петляға кіргізіп, және де жіпті өткізіп аламыз. Солай бәрін аяқтаймыз. Мінекей трикотажный шовымызбен жауып алдық. Тігісі байқалмайды, тура сол тоқылғандай болып тұр. Артық жіптің бәрін кесіп тастамаймыз, түбінен кішкене сәл ұзынырақ алып, байқатпай сол тігіске тығып жібереміз. Енді мына желкесін тоқитын боламыз. Ол үшін қазір жіп теріп аламыз. Видеода көрсеткендей тура осылай жіп теріп аламыз желкесіне. Барлығына теріп алдым. Енді екі қатар, екі оң, екі теріс қылып резинка тоқимыз. Екі қатар тоқып шығамыз.
екі қатар тоқып алдым. Енді барлығын қысқартамыз. Екі резинкамызды бір жіп қылып қысқартамыз. Сонда бір оң бір теріс болып шығады резинкамыз. Осылай екі қатар тоқып шығамыз. Бір оң бір теріс резинкамызды. Екі қатар бір оң бір теріс қылып тоқып болғаннан кейін тоқымамызды жабамыз. Ол үшін тура видеодағыдай жабатын боламыз. Бір жіп тоқып, бір жіппен аттаймыз. Солай тоқымамызды аяқтаймыз. Байлайтын шнурды мен бөлек тоқып алдым да, тие салдым. Шнурды қалай тоқу керек екен менің каналымда мастер-классы бар. Сол жерден көріп тоқысаңыздар болады. Мінекей шапкамыз дайын болды. Тоқылу өте оңай және тез тоқылады. Ал мен сабақтарым ұнап жатса, лайк қойып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше.